Қайырлы күн достар, бүгін біз штрудель деген ас дайындайтын боламыз. Құйрық майды салып ерітіп жатырмын. Бірінші кезекте етін пісіріп аламыз. Майы ерігеннен кейін. Енді сиыр еті, сіздер қандай ет алсаңыздар да бәрібір. Тауық еті, сиыр еті, жылқы еті, қой еті пайдалана беруге болады. Енді сиыр еті. Осы етті қуырып аламын да, сосын шамалы су қойып, су құйып, қайнатып аламын піскенше. Енді қазір қамырын жасаймыз. Оған 300 грамм ұн, сосын шым-шым тұз салдым. Енді бір жұмыртқа. Сосын бір ас қасық сұйық май. Сосын керегінше жылы су. Осылай жақсылап ысып алып, не жұмсақ. Салфанға қатпаймыз. Енді осы қамырдың ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Жуа, морковь, ұсақтап турап, морковьті теркіден өткіземіз. Мұнда бір морковь теркіден өткіздік, ірі теркіден. Сосын бір жуа, ұсақтап, көбіктеп турадық. Осыған енді шым-шым тұз, сосын шым-шым қара бұрыш саламыз. Енді осыны сығамыз. Осыған енді сұйық май құямыз, бір 20-30 граммдай. Начинкасы дайын. Енді қамырды жайып, арасына жағамыз осыны. Міне етіміз пісті. Енді морковьпен жуа. Бір морковь, бір жуа. Осыны енді қуырып аламыз, етпен бірге. Нанымызды жайып алдық осылай. Енді бетіне сұйық май жағамыз, бірінші судан кейін барып начинкасын саламыз. Осылай ораймыз енді. Енді картофелімізді саламыз. Картофелімізді осылай ірі қылып туралап, ірі қылып
астын қаттыға қойдық. Қатты ашып қойдық. Астын шамалы су құямыз. Bir 100 граммдай су құямыз. Бетіне тұз саламыз. Қақпағын жауып қоямыз. Осылай бір 15 минут қайнау керек. 10-15 минут қайнау керек осылай. Осылай кесіп қоямыз. Картофель тасылдап қайнап жатыр. Осының үстіне енді былай қоямыз. Мына су картоптың үстіне шығып кетпеу керек. Егер шығып кетсе, нанымыз шикі сияқты болып піседі. Нан буға пісу керек қой. Нан осындай бетінде тұру керек. Нанды сосын былай емес, былай жанымен қоямыз. Егер былай тігіммен қоятын болсақ, онда бүкіл начинкасы бәрі ағып кетеді. Қақпағын жабамыз. Астын шамалы басамыз. Орташа отқа қойдық. Енді осылай жарты сағат пісіреміз. Қарап қоямыз. Қамырымыз су сормаған, әдемі піскен. Енді араластырып аламыз. Қатты сухой да емес. Егер көп пісіріп қойсаңыздар, жаңағы уақытын суы сарқылып қалады, түбі күйеді, сухой болады тамақ.
Қазір осының бетіне жуа тураймыз. Көк жуа болса, көк жуа тураңыздар. Менде қазір көк жуа жоқ. Укроппен дәмін бұзғым келіп тұрған жоқ. Осындай жуамен жақсы кетеді.